Басты және мойынды қанмен қамтамасыз ететін артериялар жалпы ұйқы артериялардан басталады. Жалпы ұйқы артериялары оң және сол жалпы ұйқы артериялар болып екіге бөлінеді. Мына плакаттан көріп тұрғанымыз мына. Латынша атауы артерия каротис коммунис деп атаймыз. Жалпы ұйқы артериялары вертикальды жоғары бағытталып, қалғанша шеміршегінің жоғарғы жиегіне келгенде екіге бөлінеді. Сыртқы ұйқы артериясы артерия каротис экстерна және ішкі ұйқы артериясы артерия каротис интерна деп аталады екен. Ішкі ұйқы артериясы самай сүйегіндегі ұйқы өзегі арқылы бас сүйегінің ішіне еніп, миды және сезім мүшелерін қанмен қамтамасыз етеді. Ал сыртқы ұйқы артериясын мына плакаттан тек қана бастыларын көрсетіп кетеміз. Олар үш топқа бөлінеді. Алдыңғы топ, ортаңғы топ және артқы топ болып. Алдыңғы топ артерияларына жоғарғы қалқанша артериясы артерия тередия супериор көреміз. Тіл артериясы артерия лингуалис және бет артериясы артерия фациалис ажыратамыз. Келесі ортаңғы топқа беткей самай артериясы артерия темпоралис суперфициалис және жоғарғы жақ артериясы артерия максиллярис ажыратамыз. Ал артқы тобына артқы құлақ артериясы артерия аурикулярис постериор және шүйде артериясы артерия темпоралис деп атаймыз. Қателестім, артерия оксипиталис дейміз. Енді ішкі ұйқы артериясын айта кететін болсақ, ішкі ұйқы артериясы самай сүйегінің ұйқы өзегі арқылы бас сүйегінің ішіне енеді да, бірінші болып көзді қанмен қамтамасыз ететін тармақ береді, артерия офтальмика деп атаймыз. Одан кейін келесі мына ішкі ұйқы артериясын көріп тұрмыз. Артерия каротис интерна бұл миды қанмен қамтамасыз ету үшін мынандай тармақтар береді. Алдыңғы ми артериясы артерия церебри антериор және ортаңғы ми артериясы мұнда кесіліп тастаған артерия церебри миде және артқы дәнекерлеуші артерияны көреміз. Артқы дәнекерлеуші артерия коммуниканис постериор деп атаймыз. Алдыңғы ми артериясы екеуі шыққан жерінде арасында анастомоз болады алдыңғы ми артериясының. Ал артқы дәнекерлеуші артерия бұл бұғана асты артериясынан мойын омыртқаларының көлденең өсінділеріндегі тесіктердің арасымен жоғары көтерілетін омыртқа артериясы жоғары бағытталып, шүйде сүйегі арқылы ішке еніп, сопақша мидың жиегімен көтеріліп, көпірме басталар жерде қосылып, көпірдің негізгі жүлгесінде жайғасқан негізгі артерия көпір аяқталған кезде артқы ми артерияларына бөлінеді. Сол артқы ми артериясымен ішкі ұйқы артериясының артқы дәнекерлеуші артерия қосылып, Велезиев шеңберін түседі. Бұл шеңберден мидың сабаулық бөлігіменен мидың үлкен ми сигналарын төменгі бетін қанмен қамтамасыз ететін көптеген артериялық тармақтар шығады.